Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге қамыры глютенсіз әрі жұмыртқа қоспаған мантының құрамымен бөлісемін. Достар, қазір мен сіздерге осы мантыны бөліп, қамыры қалай піскенін, іші қалай болғанын көрсетемін. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай мантымыз өте керемет болған. Қамырымыз кәдімгі қамырдан айырмашылық жоқ. Мантының қамырына керекті заттар: бірінші, гималайский тұз, осындай қызыл розовый болады. Және де глютенсіз ұн, бізге универсальный түр керек, өйткені универсальный түрінен қамырдан жасалатын барлық тағамды пісіруге болады. Келесі, масло горчичный, қыша майы және де 100 мг ыстық су. Келесі, таза ыдысымызға 200 грамм ұнды, оның үстіне дәміне қарай тұз себеміз және де 100 мг ыстық суды құямыз, 10 мг қыша майын құйып, жақсылап қамыр елейміз. Достар, бұл ұн табиғи болғандықтан біз осы қыша майы арқылы ұнымызды біріктіреміз. Ұнды 10 минуттай жақсылап елеу керек. Бізде осындай қамыр шықты. Егер қамыр құрғақ болса, ыстық су құямыз, немесе жаңағы қыша майын алақанға құйып, қамырды тағы да жақсылап елеу керек. Енді дайын болған қамырды холодильникқа 30 минутқа қойып қоямыз. Енді мантының салмасын дайындаймыз. Бізге 150 грамм фарш, капуста және де пияз. Осылардың барлығын бірге саламыз. Дәміне қарай тұзын себеміз және де бұрышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі, холодильниктен қамырымызды шығарып, оны жұмсарғанша 1-2 минут елейміз. Келесі, қамырды 2 бөлікке бөліп, екіншісін пищевой пленкаға сала тұрамыз. Бірінші бөлігін қолымызға қыша майын жаға отырып, осы қамырды жайып аламыз. Егерде қамыр жабыспақ болып оқтауға жабыса берсе, оқтауды да жаңағы қыша майымен майлап жібереміз. Қамырды жайып алдым. Енді осындай дөңгелек формамен жайған қамырды кесіп шығамын. Достар, мен сіздерге қамырдың бірінші нұсқасын көрсетіп жатырмын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің қамырдың қалыңдығы осындай болу керек. Енді кесілген қамырымызға салмамызды салып шығамыз. Қамыр тойымды болғандықтан мен сіздерге бірінші нұсқасын осындай кішкентай ғып, пельменнің формасына ұқсас етіп көрсетіп отырмын. Енді қамырдың екінші бөлігін жаямыз. Мантының екінші нұсқасы кәдімгі өзіміздің жасап жүрген мантымыздың формасындай. Енді дайын болған қамырдың ішіне салмасын салып шығамыз. Егер мантының қамыры жабыспай жатса, жаңағы қыша майымен қолымызды майлап жібереміз.
Дайын болған мантыны мантываркада 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, біздің манты дайын. Кәдімгі мантыдан ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ та достар, бұл манты өте пайдалы. Бұл оның құрамында омега-3, омега-6 және 9 осындай витаминге толы. Достар, бұл ұннан сіздер блины, манты, пельмен және де вареники, булочки жасауларыңызға болады. Міне мантының ішкі жағын өздеріңіз көріп тұрсыздар. Кәдімгі мантыдан ешқандай айырмашылық жоқ. Достар, егер дұрыс тамақтанғыларыңыз келсе, осы ұнды алуға кеңес беремін.